Бөкей 1943 жылы 28 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Оралхан Бөкей қазақ әдебиетіндегі қайталанбас тұлға. Қазақ көркем сөзінің көкжиегін кеңейткен, аспанын биіктеткен қаламгер. Оның өзіне ғана тән ерекшеліктерінің күшті болғаны соншалықты, кезінде көп жастар Оралхан Бөкейге еліктеп қалам тербеген екен. Әлі де еліктегісі, ұқсағысы келетіндер аз емес. Ең басты ерекшелігі кербез еркіндігі мен оралхандық ой құнарлығы. Оралхан Бөкейдің тағы бір ерекшелігі сөзге шешендігі. Қара сөзбен сөйлесе де төгіп салған сөйлемдері өлең секілді ұйқасқа толы болған. Төрт аяғы тең жорғадай көсілген жазушының ауыз екі сөйлегеннің өзінде де бұрын естіп білмеген көптеген образды сөздерді жиі пайдаланған екен. Бүгін міне 23-ке толыппын, талай жырға, талай сырға жолықтым. Шыным осы ақ тілеуші достарым. Мен анамның жалғыз ұлы болыппын. Дастарханым тарлау болса құр болар, пейілімнің кен екенін ұғындар. Ақ жүректі ақ батасы секілді, махаббатым сендерменен туғандар. Сондықтан да уа достарым түсінші, деп осыдан 57 жыл бұрын Оралхан Бөкей ағамыз жырлағандай биыл жазушымыздың туғанына 80 жыл толды. Оралхан ағамыздың естілген құлаққа жағымды, әдемі, қоңыр дауысы болған екен. Сонымен қатар баянды ойнаған екен. Балетті өте қатты жақсы көргені соншалықты бейіттілі шара атты мақала жазған екен. Үйленген кезінде әсіресе туыстары бас қосқанда ән айтады екен. Ағамыздың бес қарагер, Ағажан, Алтайдай жер қайда, қайықта, құстар қайтып барады, жастық вальсі сияқты жақсы көрген әндері болған. Оның көзі тірісінде де бақиға аттанған соңда аттаңдап, Алтайдың кер бұғысы, Мұстаудың мұз балағы деген сынды эпитеттерді қарша баратқан. Бала орашты, боз бала Оралханды, жазушы, әрі қайраткер Бөкеевті танығысы келген кез келген адам, оның шығармаларын екі қайтара оқып шықса, сол жеткілікті шығар. Оралхан Бөкей қасқыр улыған түн новелладан үзінді. Мен автобусқа мінгенде сау етіп ел азаматтары қоса кірдім. Тегі мен бағыт алған үлгілі ауданның басшылары іспеттім. Үстерінде құнды жағалы қыз пальто, сырып тіккен шолақ тон, бастарында үкілеген тиген құлақшын, аяқтарында әппақ қима, беттер қып-қызыл, буы бұрқырап, қарқ-қарқ күліп отыр. Дәл осындай кезде адамның бойында қызғаныш билейді. Оралхан Бөкей кер бұғы үзінді. Жекпе-жек. Кер бұғы осы сұрапыл ерліктің үлгісі жекпе-жектен жаралғанын білетін. Бірақ мұндай текетірес сойқан тек бұғыларға ғана тән қасиет емес. Аса ақылдымыз деп сезінетін адамдар арасында да бітіспес тартыс барын түсінген жоқ. Адамдар арасындағы жекпе-жек бұғылар арасындағы жекпе-жекке қарағаннан гөрі қанқұйлы. Рас, кербұғы төс тағысын не себептен қоршауға ұстайтынын, адамдардың құмүйізіне құтыға алғандай неге өшігетінін еміс-еміс қаперіне алып, осынау екі аяқтылардан жерініп жүретін. Оралхан Бөкей 1993 жылы 17 мамырда Үндістан жерінде Дели қаласында өмірден өтті. Жататын араласып үміт қайғы, қапыда тағдыр жолы тұйықталды. Оралхан деген аттың орны бөлек. Ел анай, сені ешқашан ұмытпайды.